Қоршаған ортаны қорғау түрлері. Ежелгі заманнан бері адамдар кейбір аймақтардың маңыздылығын түсініп, ол жерлерді қорғауға алған. Алғашқыда бұл аймақтарда шағын ормандар, ағаштар, бұлақтар, таулар немесе жартастар қасиетті болып саналды. Патшалар ормандардың басым бөлігін корольдікке тиесілі деп санап, ол аумақтарда өздері аң аулаған. Осы қорғау түрі орман ресурстарын пайдалануды шектеген. 19 ғасырдың басында қоршаған ортаны қорғау, ең құнды әрі әдемі аудандардың табиғилығын сақтау идеясы пайда болды. Ең алғашқы табиғи қорық 1805 жылы Данияда құрылды. Кең көлемде қоршаған ортаны құқықтық тұрғыдан қорғау ең алғаш рет Құрама Штаттар үкіметімен ұйымдастырылған. ақш конгресі 1872 жылы 1 наурызда Йеллоустон ұлттық саябағын құрды. Ұлттық саябақтар кейіннен Австралияда 1879 жылы, Канадада 1885 жылы пайда болды. 20 ғасырдың басында қоршаған ортаны қорғаудың бұл түрі бірқатар Европа елдерінде енгізілді: Дания, Швеция, Ресей. Қазіргі таңда әлемде 3000-нан астам ұлттық саябақ бар. Осылардың ішіндегі айрықша маңызға ие саябақтар халықаралық заңмен қорғалған.